Сәлем достар, мен қазір бір кітап оқып жатырмын. Ол кітап қандай десеңіздер, күнәдан арылудың жолы тәубе деген кітап. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Енді әрбір мұсылман әрбір адам осы өміріндегі жасаған өзінің қателіктері, жасаған күнәлары үшін тірі кезінде Құдайдан жалбарынып, кешірім сұрап, тәубе жасап үлгеріп қалуы қажет. Енді мен қазір тәубенің түрлері деген тақырыпқа келдім. Негізінен тәубенің 7 деңгейге бөліп қарастырады екенбіз. Бірінші жүрек тәубесі, сосын ақыл тәубесі, сөз, насух, іс-әрекеттік тәубе, болмыстық тәубе және қоғамдық тәубеге бөлінеді екен. Енді тәубенің мерзімі адамның ниеті, оның ұстанған бағыт-бағдары мен танымына тікелей қатысты болады. Адам жүрегіндегі ниеті мен бағытын ұстана отырып, жолда кездескен түрлі қиындықтарды жеңіп өтіп, өз мәресіне жетеді. Егер де бұлай болмаса, адам өзінің мақсатына жете алмайды. Сол себепті күнделікті 5 уақыт намаздың әр ракатында Фатиха сүресін оқыған сайын жаратқанға бізді тура жолға жеткіз деп дұға етеміз. Осылай жалбарыну арқылы адамдардың сезімі, оның ойы, іс-әрекеті мен сөзі барлығы дерлік жүрек түкпіріндегі сүзгіден өтіп ниетке ұласады. Есте сақталып қалған жайттар, жүректе ашылған сезім қақпалары және де көңілдің түкпірінде сақталып қалған суреттер адамдардың ниетіне, оның көңілі мен ұстанымына ұласып, шындыққа айналады. Әйтсе де, мұны іске асыратын кезде біз өзіміздің түсініктерімізді, ниетімізді бір-бірімен шатастырып алмауымыз қажет. Мысалы, қол жеткізуге талпынған таным түсінікпен дүние құмарлықты шатастырып алар болсақ, ол біздің ниетімізді жойып қана қоймай, адам баласын тура жолдан қисық жолға жетелеп жіберу мүмкін. Егер де адам тура жолға түсетін болса, иман көкжиегіне талпынған жанның жауапкершілігі де өте жоғары болады. Ондай адам дүние мен ақыретте ғапылдыққа салынбай, мақсатына жету жолында барынша тырысып бағады. Дүниені жақсы көретін дүние құмарлар болса, ақыретке қатысты тұста ғапылдыққа жол беріп қояды. Бақытсыздыққа жеткізетін негізгі Аллах Тағала айтып кеткен 4 белгі бар. Оның біріншісі бізде жас жумаған жанарлар, яғни жыламаған жанарлар, тас жүректілік, дүние құмарлық. Бұл дегеніміз, бұл дүние бітпейтіндей ұзақ өмір сүруге құмартқандар және де дүниеге қызығушылық. Осы 4 белгі бізді бақытсыздыққа жетелейді.